Сәлеметсіздер ме? Осы видеода біз сіздермен валенттілік және тотығу дәрежесін анықтап, олардың бір-бірінен айырмашылықтарын талдаймыз. Қосылыстардағы элемент атомдарын сипаттау үшін валенттілік және тотығу дәрежесі ұғымдарын қолданамыз. Кейде осы екі ұғымды бір түсінік деп санайды, алайда олар бір-бірінен ажыратылады және олар қалай ажыратылатынын осы видеода талдап көрейік. Бірінші валенттіліктен бастайық. Валенттілік ұғымын біз барлық заттарға қолдана бермейміз. Валенттілік ұғымын тек қана молекул құрылысы бар заттар үшін қолданамыз. Ал молекул құрылысы бар заттарда атомдар бір-бірімен ковалентті байланыс түзеді. Сондықтан валенттілік молекул құрылысы бар заттың құрамындағы элемент атомдарын түзетін ортақ электрон жұптар санымен анықталады. Басқа сөздермен, элемент атомдар түзетін коваленттік байланыс санымен анықталады. Мұны көру үшін мына мысалға қарап көрейік. Бұнда сізге молекул құрылысы бар зат берілген. Бұл дифтор метан. Дифтор метанда бірінші сутекке қарап көрейік. Көріп тұрғандай сутек және көміртек арасында бір коваленттік байланыс бар. Тап солай сутек және көміртек арасында бір коваленттік байланыс. Бұл ортақ электрон жұбы, яғни бір электрон сутектікі, екінші электрон көміртектікі. Тап солай сутек көміртекпен бір коваленттік байланыс түзгендіктен сутектің мында валенттілігі бірге тең. Енді фтордың валенттілігін анықтап көрейік. Фторда көміртекпен бір коваленттік байланыс түзеді. Мына жерде де фтор көміртекпен бір коваленттік байланыс түзеді. Фтор бір байланыс түзгендіктен оның валенттілігі бірге тең. Ал көміртек болса, екі сутек атоммен және екі фтор атоммен 4 коваленттік байланыс түзеді. Сондықтан оның валенттілігі 4-ке тең болады. Валенттілікті біз рим санымен көрсетеміз. Ал тотығу дәрежесі деп атомдардың иондық байланыс түзу тұрғысынан есептегендегі тиісті шартты зарядын атаймыз. Мына жерде дифтор метанда әрбір байланыс ковалентті байланыс болып келеді. Алайда біз оны иондық деп қарастыратын болсақ, онда иондық байланыста бір атом екінші атомға электронды толықтай беріп жібергендіктен оларда заряд пайда болады. Сол иондық байланыс деп қарастырғандағы зарядты біз тотығу дәрежесі деп атаймыз. Енді мына мысалдағы әрбір атомның тотығу дәрежесін анықтап көрейік. Бірінші, сутек және көміртек арасындағы мына байланысты иондық байланыс деп қарастырайық. Көміртектің электр терістілігі сутекке қарағанда жоғары. Яғни нәтижесінде сутек көміртекке мына өзінің бір электронын беріп жібереді. Сутек бір электроннан айырылса, онда оның тотығу дәрежесі плюс 1-ге тең болады. Себебі электрон теріс зарядталған және ол бір теріс зарядталған электроннан айырылады. Сондықтан оның заряды, шартты заряды плюс 1 болады. Яғни бұл сутектің тотығу дәрежесі. Енді фтор көміртек байланысына қарап көрейік. Фтордың электр терістілігі ең жоғары. Сондықтан мына байланыстағы көміртек өзінің бір электронын фторға береді. Фтор бір электронды өзіне қосып алғандықтан оның тотығу дәрежесі минус 1 болады. Себебі ол теріс зарядталған электронды өзіне қосып алды. Енді көміртектің тотығу дәрежесін анықтайық. Көріп тұрғандай көміртек сутектен екі электронды қосып алды және әрбір фтор атомына бір электронды беріп жіберді, себебі фтордың электр терістілігі жоғарырақ. Нәтижесінде көміртек ешбір электроннан айырылған жоқ және ешбір электронды өзіне қосып алған жоқ, яғни оның тотығу дәрежесін 0 деп санаймыз. Енді сутек пероксиді мысалына қарап көрейік. Бұл жерде сутек оттекпен бір коваленттік байланыс түсіп тұр. Тап солай мына жерде де сутек оттекпен бір коваленттік байланыс түсіп тұр. Яғни сутектің валенттілігі бұл жерде 1-ге тең, ал оттек мына жерде бір коваленттік байланыс және екінші оттек атоммен екі коваленттік байланыс түсіп тұр. Оның валенттілігі 2-ге тең. Енді тотығу дәрежесін анықтап көрейік. Сутек және оттек байланысында оттектің электр терістілігі жоғары, яғни бұл байланысты біз иондық байланыс деп қарастыратын болсақ, онда сутек өзінің бір электронын оттекке беріп жібереді. Нәтижесінде сутектің тотығу дәрежесі мына жерде де тап солай. Сутек бір электронын оттекке береді, себебі оның электр терістілігі жоғарырақ. Нәтижесінде сутектің тотығу дәрежесі плюс 1.
Енді оттек атомына қарап көрейік. Оттек сутектен бір электронды қосып алды. Мына оттек атомына қарайтын болсақ, ол сонымен қатар басқа оттек атоммен байланыс түзіп тұр. Бұл байланыста екі бірдей атом, яғни олардың электр терістілігі де бірдей. Нәтижесінде электрон бұл байланыс арасында ығыса алмайды. Ол біртекті таралады. Сондықтан біз мына бірдей атом арасындағы байланысты иондық байланыс деп қарастыра алмаймыз. Яғни оттек тек қана сутектен бір электрон қосып алғандықтан оның тотығу дәрежесі -1-ге тең. Енді бұл жерде назар аударыңыз. Мына жерде көріп тұрғандай сутектің тотығу дәрежесі және валенттілігі сандық жағынан бірдей. Алайда көміртектің тотығу дәрежесі мына жерде 0, ал валенттілігі 4. Тап солай оттектің валенттілігі 2 және тотығу дәрежесі -1. Яғни валенттілік және тотығу дәрежесі сандық жағынан кейде бірдей болуы мүмкін, бірақ әртүрлі де болуы мүмкін. Себебі бұл екі әртүрлі түсінік. Валенттілік деп біз тек қана коваленттік байланыс сандарын айтаймыз, ал тотығу дәрежесі деп біз осы байланыстарды иондық байланыс деп қарастырамыз, және егер оларға заряд беретін болсақ, осы шартты зарядты біз тотығу дәрежесі деп атаймыз. Енді мына жаттығу есепті шығарып көрейік. Берілген заттардағы құрылымдық формуласы бойынша құрамындағы атомдардың валенттілігін және тотығу дәрежесін анықтаңыз. Барлық берілген қосылыстар молекул құрылымы бар заттар, сондықтан оның құрамындағы атомдардың валенттілігін біз анықтай аламыз. Және осы молекул құрылымы бар затта атомдар бір-бірімен коваленттік байланыс түзеді. Сондықтан әрбір коваленттік байланысты біз иондық байланыс деп қарастыратын болсақ, олардың тотығу дәрежесін де анықтай аламыз. Бірінші біз валенттіліктен бастайық. Валенттілігін табу үшін біз тек қана ковалентті байланыс санын санау керекпіз. Мысалы, H хлор молекуласындағы сутек хлормен бір байланыс түзеді, яғни валенттілігі 1, хлорында валенттілігі бұл жерде 1. Сутек азот атоммен бір коваленттік байланыс түзеді. Мына сутек атомында валенттілігі 1, мына сутек атомында валенттілігі 1. Азот болса 3 коваленттік байланыс түзгендіктен валенттілігі 3-ке тең. Негізінде сутектің валенттілігі әрқашан 1-ге тең болады. Сондықтан мына екі мысал үшін сутектің валенттілігін жазбай-ақ қояйық. Көміртек атомына қарайық. Көміртек 1, 2, 3, 4 байланыс түсіп тұр. Сондықтан валенттілігі 4-ке тең. Мына жерде көміртек атомы оттекпен 2 ковалентті байланыс, яғни 1, 2, 3, 4 байланыс, сондықтан валенттілігі 4. Мына көміртек атомы да 4 байланыс түсіп тұр, валенттілігі 4. Оттек атом болса, көміртек атоммен 2 байланыс түзгендіктен, оның валенттілігі 2-ге тең. Мына жерде сутекті анықтамай қойып, көміртек 1, 2, 3, 4, валенттілігі 4. Мына жерде де көміртек валенттілігі 4-ке тең. Оттектің валенттілігі 2, себебі 2 байланыс. Және хлор 1 байланыс түзгендіктен, валенттілігі 1-ге тең. Енді тотығу дәрежелерін анықтап көрейік. Тотығу дәрежесін анықтау үшін бізге атомдардың салыстырмалы электр терістілігін білу қажет. Салыстырмалы электр терістілік осында кестеде беріледі, алайда атомдардың осында электр терістілік шамасын сіздің жаттауының қажеті жоқ. Егер сіздің қолыңызда периодтық жүйе болса, онда электр терістілік видеода айтқандай, электр терістілік периодтық жүйе бойынша периодты түрде өзгереді. Яғни ол период бойынша солдан оңға қарай әрбір период бойынша өседі, және топ бойынша төменнен жоғары қарай өседі. Нәтижесінде фтор ең электр теріс элемент болып келеді. Алайда біз электр терістілік және тотығу дәрежесі тақырыбымен тек қана танысып жатқандықтан, осы жаттығу үшін мына салыстырмалы электр терістілікті кестесін қолданайық. Бірінші H хлор молекуласына қарап көрейік. Бұнда сутектің электр терістілігі 2,1, хлордың электр терістілігі 3, яғни хлордың электр терістілігі жоғары. Сонда электрон сутектен хлорға қарай барады. Сутек өзінің бір электронын хлорға бергендіктен, оның тотығу дәрежесі +1 болады, себебі ол бір электроннан айырылып қалды. Ал хлор өзіне бір электронды қосып алғандықтан, бізде электрон былай ығысады, оның тотығу дәрежесі -1 болады. Мұнда сутек және азоттың 3 байланысы бар.
Азоттың тотығу дәрежесі 3, сутектікі 2,1, яғни азоттың электр терістілігі жоғары. Нәтижесінде электрон сутектен азотқа қарай ығысады. Яғни сутек өзінің бір электронын азотқа беріп жібергендіктен оның тотығу дәрежесі +1 болады. Мына жерде де тап солай +1, және мына байланысты да +1. Азот нәтижесінде әрбір сутектің бір электронын қосып алғандықтан, ол 1, 2, 3 электронды қосып алды. Оның тотығу дәрежесі -3 болады. Сізге айтуға ұмытып кеттім. Тотығу дәрежесін жазған кезде бірінші таңбасын жазасыз, сосын санды жазасыз. Келесі, бұл бізде ацетон молекуласы. Бұл молекулда бізде сутек көміртекпен байланыс түзіп тұр. Көміртектің электр терістілігі сутекке қарағанда кішкене жоғары. Сондықтан сутек көміртекке өзінің электронын береді. Мына жерде сутек бір электронын айырылады. Сондықтан сутектің тотығу дәрежесі +1. Тап солай мына жерде де сутек бір электронын айырылады. Және мына жерде де сутек бір электронын айырылады. Нәтижесінде мына көміртек атомы 1, 2, 3 сутектен 3 электронды өзіне қосып алды. Сонымен қатар мына көміртек атомы екінші көміртек атоммен байланыс түзіп тұр. Екі бірдей атом байланыс түзгендіктен электр терістілігі де бірдей болады, яғни электрон мына жерде ешқайда ығыспайды. Сондықтан мына көміртек атомы тек қана сутектен 3 электронды қосып алды. Нәтижесінде оның тотығу дәрежесі -3-ке тең болады. Себебі ол 3 электронды қосып алды. Мына көміртек атомды қарайық енді. Ол екі көршілес көміртек атоммен байланысқан. Бұл жерде электрон ығыспайды, сондықтан ол байланысты қарастырмаймыз. Алайда ол мына оттек атоммен екі ковалентті байланыс түзіп тұр. Бұл жерде екі электрон көміртектікі, және мына екі электрон оттектікі болып келеді. Оттектің электр терістілігі көміртекке қарағанда жоғары. Нәтижесінде көміртек мына екі электронды оттекке береді. Көміртек екі электроннан айырылғандықтан оның тотығу дәрежесі +2 болады. Ал мына оттек көміртектің екі электронын өзіне қосып алғандықтан оның тотығу дәрежесі -2-ге тең болады. Мына CH3 фрагменті жаңа талдаған топқа өте ұқсас. Бұны метил тобы деп атаймыз. Яғни бұл жерде де сутек әрбір өзінің электронын көміртекке беріп жібереді. Себебі көміртектің электр терістілігі жоғары. Нәтижесінде әрбір сутектің тотығу дәрежесі +1 болады. Және көміртек сутектен 3 электронды қосып алады. Мына жерде бізде тек қана көміртек байланысы, оны қарастырмаймыз. Сондықтан оның тотығу дәрежесі де -3 болады. Яғни көріп тұрғандай бірдей. Келесі бізде хлор ангидрид молекуласы. Бұнда да көріп тұрмыз, метил тобы бар. Яғни бұл жерде де әрбір сутек өзінің электронын көміртекке беріп жібереді. Нәтижесінде тотығу дәрежесі +1 және +1. Мына көміртек атомы 3 сутек атомынан бір электронын қосып алады. Тотығу дәрежесі -3. Мына байланысты біз қарастырмаймыз, себебі бірдей электр терістілік. Енді мына көміртек атомына қарайық. Мына көміртек атомында жаңа айтқандай осы байланысты қарастырмаймыз. Ол оттекпен екі байланыс түзеді, яғни мұнда екі электрон. Тап жаңа талдағандай, оттектің электр терістілігі жоғары. Нәтижесінде көміртек осы екі электронды оттекке беріп жібереді. Оттек мына көміртектен екі электронды қосып алғандықтан тотығу дәрежесі -2. Алайда мына көміртектің тотығу дәрежесі +2 болмайды, себебі ол тағы да хлормен байланысқан. Хлордың электр терістілігін қарап көрейік. Хлордың электр терістілігі 3, көміртектікі 2,5, яғни хлордікі жоғары. Сондықтан ол мына үшінші электронын хлорға беріп жібереді. Нәтижесінде мына көміртек атомы 1, 2 және 3 электроннан айырылғандықтан оның тотығу дәрежесі +3-ке тең болады. Ал хлор көміртектің бір электронын өзіне қосып алғандықтан тотығу дәрежесі -1-ге тең. Молекулалық құрылымы бойынша тотығу дәрежесін осылай анықтауды біз әдетте тек қана органикалық қосылыстар үшін қолданамыз. Себебі көріп тұрғандай органикалық қосылыстарда әрбір көміртек атомның тотығу дәрежесі әртүрлі болуы мүмкін. Алайда бейорганикалық молекулалар үшін тотығу дәрежелерін анықтаудың ережелері бар.
бұл ережелерді біз келесі видеода талдаймыз.